Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен перецтен осындай кереметтей сорпа жасайтын боламын. Яғни фаршированный перец деп те атаймыз, голубцы деп те атаймыз сорпасымен. Ең алдымен перецтерімізді жақсылап, ішін тазалап, сыртын жуып, суын сорғытып аласыздар. Бәрін осылай тізіп, кептіріп қойсаңыздар жақсы болады. Енді 2 дана пиязымды осылай жіңішкелеп турап алатын болам. Яғни бұл қазір фаршқа араластырғанға қажет болады маған. Сол себепті осылай ұсақтау турауға тырысамын. Фарштың іші сочный, дәмі керемет болу үшін пиязды осылай ұсақтап турап, және бір қызанақ қосып жіберсеңіздер, оның іші құрғақ болмай сулы болып керемет болып шығады. Осындай пісіп тұрған, яғни сочный қызанақтардан қосыңыздар, сонда дәмі керемет болып шығады. Бұны ортасындағы керек емес жерін алып тастаймын. Одан кейін барып, бұны да 4 бұрыштығып, асықпай ұсақ турайтын болам. Кішкене су шығып, езіліп тұрады, бірақ ештен кетпейді. Бұл пісіп тұрған прям қызанақ қой, сол себепті сондай болады. Осылай ұсақтап тураймыз. Міне, өздеріңіз көргенде. Енді мен де сиырдың шегілген еті осыны саламын. Ішінде майымен араласып шегілген, сондықтан май көп қоспаймын. Енді жаңа тураған қызанағымды, пиязымды қосамын және бір жұмыртқамды саламын. Жұмыртқа біріктіру үшін қажет болады, сондықтан міндетті түрде қосыңыздар. Қалауыңызша тұз қосасыздар. Одан кейін жарты кесек күрішті жуып, тазалап қосатын боласыздар. Қара бұрыш қалауыңызша дәмдеуіштерден және қызыл бұрыш қостым. Енді тағы да кішкене тұз септім. Аз болып қалды ма деп күріш салғаннан кейін кішкене су құйдым, жарты кеседей. Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай бәрі жақсы араласу керек, тұзы сіңу керек, жаңа дәмдеуіштер бәрі сіңіп, осылай әдемі болып фарш болады. Енді жаңағы болгарский перецімізді аламыз да, ішіне осыларды кезек-кезегімен салып шығатын боламыз. Бастапқысында саласыздар да, содан кейін жақсылап нығыздап, ары қарай ішке қарай кіргізесіздер. Бетін осылай толтырып жабатын боласыздар. Тағы біреуін сіздерге көрсетейін. Міне қараңыздар, ішіне саламыз. Осылай кішкене жартылай салғаннан кейін міндетті түрде ішін тығыздап, итеріп салып отырасыздар. Фарштарыңыз сыртқа қарай шығып кетпеу үшін барлық перецтерге бірдей ғып салып алдым. Енді міне қараңыздар, осыны кез келген ыдысқа саламын да, су құямын да, қайнатып көбігін алып, баяу отта жоқ дегенде 1,5-2 сағат қайнататын болам. Сонымен менің сорпам дайын болып шыға келеді. Өте пайдалы, ешқандай майға қуырмайсыздар. Міне қараңыздар, керемет болып шығады. Осылай жасап көріңіздер, өте оңай. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Каналыма тіркеліп алыңыздар.